Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. We may even have a space force develop another one. Bir күні оянғаныңызда ол күн сізге басқа күндер сияқты қарапайым болып сезіледі. Отбасыңызбен, достарыңызбен, немесе жалғыз өзіңіз болған бір кез. Бірақ күннің жалғасы қарапайым болмайды. Бұл бейнеде жақын болашақта болуы мүмкін нәрсе туралы айтамыз. Бейне басталмай тұрып пікір жазыңыз. Және бейнені көріп болғаннан соң сол пікірдің астына тағы пікір жазыңыз. Пікірлеріңіз бейнеден кейін өзгере ма, көреміз. Өзге ғаламшарлықтар туралы әркім әртүрлі ойлайды. Бұл дұрыс. Өткен бейнеде белгісіз ұшатын нысандар туралы күнімізге дейін қалай келгені туралы айтқан едім. Комментарияға қарағанымда жалғыз болмауымыз мүмкін деген пікірлер бар. Бұл алғаш қарағанда ақылға қонымды. Себебі галактика біз ойлағаннан өте үлкен. Көптеген галактика бар, және ол жақтарда біреулер өмір сүріп жатқан болуы мүмкін, бірақ болмауы да мүмкін. Безендіру өнері туралы естіген бе едіңіз? Бір өнер адамы түсіндіргісі келген нәрсесін тек қана солай қалдырмайды. Оның айналасында әдемі етіп жасайды. Мысалға түнде басыңызды көтеріп аспанға қарасаңыз, оның әдемілігі соншалық кейде ұзақ қарап қаласыз. Біздің галактикадан басқа галактика болмаса, сіздің ойыңызда жақсы таңдау болар ма еді? Жер бізге ыңғайлы етіп жаратылған. Осы себепті галактиканың көп болуы басқа бір әлемде өмір бар екенін көрсетпейді. Кейбіреулеріңіз ойлауыңыз мүмкін. Ақш жоспар жасап, сен қайдан білдің деп. Бұл тақырыпты жақсылап зерттесеңіз барлығы анық негізінде. Мен тек қана пазлдың бөлектерін жинадым. Олай болса, жасанды өзге ғаламшарлықтар шабуылының қалай болатынын сізге айтайын. FBI мәліметтеріне қарағанда 1947-1969 жылдар арасында 12618 өзге ғаламшарлықтар оқиғасының тек қана 701 данасы анықталмаған болып жазылған. Немесе бірнеше ұшақ адамдар жасаған, кейбір әуе компанияларына тиесілі. Адамдардың белгісіз ұшатын нысан көрдім деп айтқанының тек қана 3% шындық. Бұл 97% қате дегенді көрсетеді. Бұл 701 анықталмаған оқиғада ешқашан болмаған өтірік ақпаратта болуы мүмкін. Белгісіз ұшатын нысан деп білінген көп нәрсе негізінде тани алатын бір объект немесе бір баллонға. 1942 жылы Лос-Анджелесте болған бұл оқиға сирен дауысынан кейін нысанға қараған жарықтар түскен жерге шабуыл жасаумен жалғасты. Бірақ бұл бір әуе баллоны болатын. Америкалықтар жапондықтардың Перл Харборға шабуылынан кейін оларға жасалынып жатқан басқа шабуыл деп ойлады. Розвелл оқиғасында өзге ғаламшарлықтар деп жария салған еді. Кейде газеттер көп тираж сату үшін солай жасайды. Өзге ғаламшарлықтарға болған сеніміңіз біраз сынған болуы мүмкін. Бірақ кейде көрген нәрсеңіз сізді шатастырады. Мысалға, не екенін анықтай алмағанымыз ұшатын заттар болса. Бүкіл бұл нәтижелерге қарамастан, және үлкен мемлекеттерде не екенін толық анықтай алмаған белгісіз ұшатын нысанды бар деп қабылдайтын кейбір НЛО қарақшылары дәлел ретінде осы бейнені көрсетеді. Егер үйдің ішінде НЛО көрсеңіз, реакцияңыз бұдан да бетер болады. Алды-артыңызға қарамай қашар едіңіз. Бұл жай ғана қолдан жасалынған бейнелер. Бұдан да бөлек шындыққа жақын бейнелер бар еді. Аспандағы бұл жарықтар бір қызық жері олар әрекет етіп жатқан еді. Бірақ бұл көрінгені сияқты дрондарға тиесілі болуы мүмкін. Мысалға, таңертең көріп достарыңызға НЛО деп айтқан заттарыңыз бір дрон болуы мүмкін. Бірақ бұл солай.
Бұл құпия бейнелер ешқашан ешбір уақытта не екені анық айтылмады. Пентагон мәлімдеме жасағанға дейін солай еді, ал одан кейін Пентагон тарапынан белгісіз ұшатын нысан деп айтыла бастады. Бірақ оқиғаға шындықты іздеп қарайтын болсақ, ақылға бірнеше сұрақ келеді. Еш ойлап көрдіңіз бе, не үшін бұл ұшатын нысандар осындай технологияның дамыған заманында бейнеге сапасыз болып түседі? Тағы бір сұрақ, бұл нысанның анық суреті не үшін түсіріле алмайды? Бұл нысан не үшін қолға түсіріліп анализ жасалынбайды? Әуе шекарасына кірген бұл нысанға не үшін оқ атылмайды? Сұрақтар көбейе береді, бірақ нәтиже өзгермейді. Эдвард Джеймс НЛО-ға байланысты үкіметтің жобасында жұмыс істеген бірі еді. Бұл жобаның аты көк кітап болатын, және НЛО-ға байланысты ең анық мәліметтерді жинайтын еді. Осы жобада болған Эдвард кітабында осылай дейді: барлығы НЛО-ның бар бола алмайтынын көрсетеді. Не көрсеңіз де, не естісеңіз де бұларға сенбеңіз. жылы айтылған бұл сөздер босқа айтылған сөздер емес. Екінші дүниежүзілік соғыстағы әскери зерттеулер туралы өте аз мәліметке иеміз. Және технологиямыз ол күннен де үлкен нәтижелерге жетті. Адамдар тез алдатыла алады және мемлекеттер бұрынғыдан да көбірек болашақ үшін уайымдауда. Бірақ бұл уайым кейде өзімен бірге үлкен бір жоспарды алып келуі мүмкін. Бір жасанды шабуыл жоспары құлаққа бір түрлі естіледі, солай ма? Әлемге өзге ғаламшарлықтар шабуыл жасайды, бірақ бұл НЛО адамзаттың жасаған технологиясы болады. Сіздерге бір сұрақ, дүниеге өзге ғаламшарлықтар шабуыл жасаса және бұны Ресей немесе ақш тоқтатса не болады? Әлемнің ең ірі державасы ақш. ақш өзінің фантастикалық фильмдерінде адамзаттың оған мұқтаж екенін көрсетіп, миға сіңдіріп қойды. Фильмдердің ішінде көп көрілгенде болды, аз көрілгенде болды. Аз ақша алып келгенде, көп ақша алып келгенде болды. Бұл басқа жағдай, бірақ бұл тақырыпта жүздеген фильм түсірілді. Нәтижесінде әлемді құтқарған ел әрқашан ақш болды. ақш фильмдермен, бейнелермен және басқа жолдармен біздің НЛО-ға сенуімізді қалайды. Әрине, бұның бір себебі бар. Өткен жылы ақшта ақштың ғарыш әскері құрылды. Мақсаты ақштың ғарыштағы құқықтарын қорғау, ғарыштан келген шабуылдарға қарсы шығу және ғарыш операцияларын басқару. Сонымен бірге ақш өзінше әлемді қорғауды қолға алды. Осылардың барлығы ақштың жоспары және қазіргі таңда ақштың үлкен көлемде қарызы бар. ақш мұны төлеуден құтылу үшін жасанды қосымша жоспар дайындап жатқан сияқты. Бұл әрине бір пікір және қолымызда ешбір дәлел жоқ. Мен де өзге ғаламшарлықтарға сенгім келеді, бірақ қолымыздағы мәліметтермен бұл мүмкін емес.